Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мабдалы қырат кітабының бірінші томы, 5-ші сабақ. Ад-дарсул хамису. Жеке-жеке сөздер. Сарирун, төсек, кровать. Хизанатун, шкаф. Янаму, ұйықтап жатыр. Мисвакун, мисвак. Мусалла. Бұл мусаллан деген бұл жайнамаз, намаз оқитын жер. Хунака, ар жақта. Радхатун зал, лахмун ет, хубзун нан, та'ала мұнда кел, бергел, ихфаз жатта, бабун есік. Енді сөйлемдерді оқуға көшеміз. Айнал мусалла, жайнамаз қайда? Немесе намаз оқитын жер. Хатил мисвака, мисвакта кел. Удхули радхата, залға кір. Салимун ихфазу дарса, салим сабақ жаттап жатыр. Ихфазу дарса, сабақта жатта. Хаза бабун, бұл есік. Ман ихфазу дарса, сабақта кім жаттап жатыр? Каримун, карим. Ал-валаду янаму аля сарири, бала төсектің үстінде ұйықтап жатыр. Махмудун я'кулул хубза, Махмуд нан жеп жатыр. Кулил лахма, етті же. Айнал мисваку, мисвак қайда? Хунака аля мактабил муаллими, ар жақта мұғалімнің столының үстінде. Ифхамид дарса, сабақта түсін. Та'ала хуна, мұнда кел. Мухаммадун я'кулул лахма, Мұхаммед ет жеп жатыр. Хатил мибрата, ұштақ кел. Айнал куррасу, қауырсын қайда? Хунака аля мақ'ади тилмиви, ар жақта оқушының партасының үстінде. Ал-китабу фил хизанати, кітап шкафта. Салимун яшрабу шая, Салим шай ішіп жатыр. Ман фил байти, үйде кім бар? Үйде кім? Ман фил дари, аулада кім бар? Мына жақтағы қазақша сөйлемдерді комментарийлерге өзіңіз арабша аударып жазыңыз. Кейін әдеттегідей бір адамның жазғанын тексеріп түзеп жүремін. Осымен 5-ші сабақ аяқталды. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.